Сәлеметсіз бе? Менің атым доктор Рама Нарасимхан. Мен Apollo Green Road, Ченбай қаласында жұмыс істейтін сертификатталған терапевт және ішкі аурулар маманымын. Ішкі аурулар созылмалы әрі күрделі аурулармен айналысады. Яғни, науқас амбулаторияға немесе стационарға жедел жәрдем бөліміне медициналық аурумен келгенде ең бірінші қабылдайтын дәрігер менмін. Мысалы, бұл сепсис болуы мүмкін. Бұл кеуде ауруы болуы мүмкін. Бұл іштің ауруы болуы мүмкін. Және бұл жағдайда науқасты ауруханаға жатқызу қажет болады. Сондықтан жедел жәрдем бөлімінің дәрігері әдетте мен сияқты терапевт немесе ішкі аурулар маманы шақырады. Менің міндетім барып науқастың жағдайын бағалау, оның қаншалықты ауыр екенін анықтау және өмірін сақтап қалатын шұғыл емді тағайындау. Кейде бізге бұл жағдайда ауруханаға жатқызу қажет емес екенін анықтау да жүктеледі. Біз бұл жағдайда амбулаториялық түрде бақылап, науқасқа ауруханадан тыс жерде де күтім көрсетуді жалғастыра аламыз. Соның ішінде дәрі-дәрмек тағайындау да бар. Немесе науқастың жағдайы ауыр болып, оны бөлімшеге, немесе одан да ауыр болса, жансақтау бөліміне жатқызу қажет болады. Онда біз науқасты реаниматологтар тобымен бірге емдейміз. Және әрине ең жақсы нәтиже науқастың сауығып үйіне аман есен шығуы. Бұл ең жақсы жағдай. Егер науқасқа үздіксіз күтім қажет болса, мысалы, жансақтау бөлімінен бөлімшеге ауысып, кейін үйіне шығарылса, немесе ауруханадан тікелей үйіне шықса, кейбір қосымша қажеттіліктері болуы мүмкін. Мысалы, бұл өте қарапайым нәрсе болуы мүмкін, медбике оған антибиотиктерді жалғастырып беруі, немесе тамақтану жоспарын құру, не болмаса бақылау үшін қан талдауларын ұйымдастыру сияқты. Біз осының бәрін толық медициналық қажеттіліктері жойылғанша қадағалаймыз. Сондай-ақ біз амбулаториялық бөлімдерде бақылау қабылдауларын уақытылы ұйымдастырамыз. Баяу шешуге болатын мәселелер болса, олар да шығарылғаннан кейін уақытылы қаралады. Яғни, бұл науқасқа толық 360 градус қамқорлық көрсетіледі. Шығарылғандан кейін медбикелердің үйіне барып дәрі-дәрмек беруі, тамақтану жоспарын жасау, зертханалық талдауларды ұйымдастыру, бақылау қабылдауларын өткізу, егер келуге мүмкіндігі болмаса, бейне қоңырау арқылы, ал егер келе алса, тікелей қабылдауда тексеру жүргіземіз. Кейде менің орныма үйге барып, жағдайды бақылап, маған есеп беретін өзіміздің дәрігерлер тобы да бар. Яғни, біз науқасты толықтай шығарылғаннан кейін де әрі қарайда қамқорлығымызға аламыз. Сондықтан мен доктор Рама Нарасимхан, ішкі аурулар маманы ретінде сізге қызмет көрсетіп, түсіндіріп, барлық медициналық қажеттіліктеріңіз бойынша стационарлық болсын, амбулаториялық болсын, бізді бірінші таңдауыңызға кеңес беремін. Біз Apollo ауруханасында сізге көмектесуге әрдайым дайынбыз. Алғашқы қадамнан бастап, алдағы жылдар бойы сауығу жолында сізге қолдау көрсетеміз. Сондықтан бізді алғашқы байланыс нүктесі ретінде таңдаңыз. Рахмет!